Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жолдасымның рецебімен қойдың құйрық майынан өте дәмді әрі тойымды тіске басар дайындайтын боламыз. Тіптен құйрық май жемейтін адамның өзі бұл тіске басардың дәмін көргенде еш қалдырмай жеп қоятын болады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар, себебі сіздермен барлық құпиясымен бөлісетін боламыз. Және видеоны көрмес бұрын астыдағы тіркелу батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қойдың құйрық майын алып, ет осқандай етіп, осылай қатты қалың емес, жұқа емес, орташа көлемде етіп, видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Егер қатты қалың етіп кесіп қоятын болсаңыздар, дәмдеуіштері арасына жақсы сіңбей қалады, сондықтан орташа көлемде етіп кесіп алғанымыз дұрыс. Майымызды кесіп дайындап алдық. Осы арада біздің қазандағы суымыз қайнап дайын тұруы керек. Және осы судың үстінен 3 ас қасық толы тұз қосып араластырып алдым. Тұзды барынша көп етіп қоса берсеңіздер болады. Одан біздің майымыз ачы болып кетпейді. Яғни құйрық май өзіне қажетті тұзды ғана бойына сіңіріп алады. Енді қайнап тұрған судың үстінен құйрық майды салып шала пісіріп аламыз. Яғни біздің майымыз толық қатты пісіп кетпеу керек. 20 минуттан асырмай пісіріп алуымыз керек болады. Яғни баяу отта 20 минут қана тұрса жеткілікті. 10 минуттан соң майдың келесі бетін аударып алдым. Және осы орайда өздеріңізге қалаған дәмдеуіштерді қосып жіберсеңіздер де болады. Мен ерекше дәм беру үшін лавр жапырағын қостым. Осы арада мен чеснокты үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Жарты келі құйрық майға ірі 4 тісше чеснокты пайдаландым. Мен үккіштен өткіздім. Егер сіздерде пресс болатын болса, содан өткізсеңіздер де немесе ұсақ етіп турап жіберсеңіздер де болады. Осы орайда біздің майымыз пісіп дайын болды. Енді бөлек ыдысымызға жақсылап сүзіп аламыз. Енді майымыздың кішкене суығанын күтеміз. Суый бастаған кезде өзімізге ыңғайлы ыдысымызға қойып, алдымен жақсылап тұздап алатын боламыз. Жалпы қойдың құйрық майының адам ағзасы үшін пайдасы өте зор. Құрамында ешқандай холестерин болмайды. Яғни ересектерге де кішкентай балаларға да өте пайдалы болып келеді. Сонымен қатар жөтел, тұмау және аяқ буындары қақсаған жағдайда да өз көмегін береді. Менің арнамда құйрық майдың пайдасы және 2 түрлі жолмен алу әдісінің барлығы дерлік көрсетілген. Оны қазір видеоның соңында экранға сілтемесін қалдырамын, үстін басып қарап көрсеңіздер болады. Және менің арнамды жоғалтып алмас үшін тіркелу батырмасын басып, арнама тіркеліп кетіңіздер, себебі алдағы уақытта күн сайын сіздермен пайдалы әрі ерекше тағамдардың рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Мен майға тұзды барлығына дерлік жақсылап жағып шықтым. Енді осының үстінен жаңағы үккіштен өткізіп дайындап қойған чесногымызды әрбір қатпарына жақсылап бір жеріне қалдырмай жағып шығатын боламыз. Және осыны жағып болғаннан кейін үстінен міндетті түрде қара бұрыш сүйіп шығамын. Қара бұрышты да әрбір қатпарына жақсылап сүйіп шықтым. Егер қатты ачы болған қаласаңыздар, қара бұрышты көбірек қылып сепсеңіздер де болады. Маған осы жеткілікті. Енді бізге осындай аузы жабылатын ыдыс керек болады. Себебі қазір құйрық майымызды осының ішіне жақсылап жайғастырып салып, иісі шықпас үшін бетін жақсылап жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағат уақытқа қоя тұрамыз. Мен түнде жасаған болғандықтан азанға дейін тұрды. Енді бөлек ыдысымызға қызыл бұрыш және паприканы қосып араластырып аламыз. Таңертең майды тоңазытқыштан шығардым. Біздің майымыз өте қатты болып, әдемі болып дайын тұр, ешқандай езілмеген. Тақтайдың үстіне жайғастырып, әрбір қатпарын бөлек-бөлек кесіп алатын боламын. Енді жаңағы дайындап қойған паприка мен қызыл бұрышты өзіме ыңғайлы ыдысқа салып алдым да, майдың 2 бетін кезекпе-кезек ала отырып, жақсылап жағып шықтым.
Егер сіз тым ачы болғанын қаласаңыз, осы орайда қызыл бұрышын көбірек қоссаңыздар да болады. Бізде балдар жейтін болғандықтан қызыл бұрышын аса көп салмадым. Мінекей, осымен біздің құйрық майымыз әп-әдемі болып дайын болды. Енді қазір арасын кесіп көрсететін боламын. Мінекей, арасын кескенде де өте жұмсақ кесіліп жатыр. Егер балаларыңыз құйрық май жемейтін болса, осы әдіспен жасап берсеңіздер болады. Балаларға 100% ұнайды, себебі дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте жұмсақ болып шығады. Менің құйрық май жемейтін балаларымның өзі таласа жеп қойды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.